Сәлем достар, сіздерге бүгін жаңа кодекс бойынша жаңа операционка режимінің 913 форма отчетты қалай тапсырамыз сол жөнінде көрсетіп беретін боламын. Ең алдымен біз жаңа кабинетпен тапсыратын боламыз бұл отчетты. Ескі кабинеттен бұл жаңа операционка режиміндегі отчет тапсырылмайды. 2026 жылдың бірінші полугодиясынан бастап тек қана жаңа кабинетте тапсыратын боламыз. knp.kgd.gov.kz деген сайтқа кіреміз, подать документ деп басамыз, одан кейін барып осы жерге 910 деп жазып найти батырмасын басамыз. Міне бізге 910.00 деп шығарып берді, осының үстін басамыз. Полугодия деген жерге бірінші полугодияны таңдаймыз. Сіз қай полугодияға тапсырып жатсыз, сол полугодияны таңдаймыз бұл жерде. 2026-ны таңдаймыз. Подать деп батырмасын басамыз. Вид декларация деген жерге, бұл жердегі барлық сіздерге түсінікті. Бірінші рет тапсырып тұрған болатын болсаңыз, первоначальный, кезекті отчет болса очередная, қандай да бір отчетқа өзгерістер енгізу керек болатын болса дополнительный по уведомлению дегеніміз, егер сіздерге қандай да бір камералка келген жағдайда, хабарлама келген жағдайда, сол хабарлама бойынша түзететін болсаңыздар, осының үстін басамыз. Сол кезде сіздерге номер уведомления және де дата уведомленияны жазу керек болады осы жерге. Сіздер оның барлығын хабарламадан алатын боласыздар. Осы жерге екеуін толтырып жіберетін боласыздар. Қандай отчеттің қай жерін өзгерту керек, сол жерді өзгертіп жібересіздер. Одан кейін барып, егер ИП-ны жабатын болсаңыздар, ликвидационный отчет тапсырып жіберетін боласыздар. Біз қазір ликвидационный отчет тапсырып жатырық, себебі 2026 жылдың бірінші полугодиясының отчетный период уақыты келмеді әлі. Признак. Бұл жерге біз резидент РК деген таңдаймыз. Қазақстан Республикасының азамат емес деген азаматы болатын болса, резидент РК таңдайтын боламыз. Одан кейін не ведет бухгалтерский учет дейміз. Қараңыздар, осы жерде біз окетті көрсететін боламыз. Біз бұл жердегі окетті қайдан аламыз? Бұл жердегі окетті біз профильден алатын боламыз. Сіздер қай окет бойынша жұмыс жасайсыздар, сол окетті осы жерге көрсететін боламыз. Ол үшін сіздер профильге кіресіздер. Одан кейін асты қарай түскен кезде қараңыздар, окет деп тұр. Осы жерде сіздерде қанша окет түрі бар, сол океттің барлығын осы жерге, жаңағы жерге отчетқа көрсететін боламыз. Осы жерде окет тұрған жерде дата прекращения деген жерде дата болатын болса, онда ол океттерді алмайсыздар. Тек қана дата прекращения деген жерде ешқандай дата болмайтын болса, сол океттерді ғана аламыз. Мына жерге бірінші первичный окетті аламыз. Осы жерден бізде 01431 екен. Осыны алып жазамыз. Одан кейін барып сіздерде тағы бір окет болатын болса, кезекті Б пунктіне, С пунктіне ары қарай жазып кете беретін боласыздар. Қанша окет түрі бар, сол океттің барлығын осы жерге жазамыз. Жаңағы айтқанымдай дата прекращения деген жерде дата болатын болса, ол океттерді жазбайсыздар. Ол окет алынып тасталынған деген сөз. Асты қарай түсеміз. Екінші графада доход болған жағдайда толтырылады. Мен қазір нулевканы көрсетіп жатқандықтан сіздерге бұл графаны толтырмаймын. Үшінші графада бізде соңғы жағында 0.10 графада страховканы көрсететін боласыздар. Бұл жерде автомат түрде 5950 теңге шығатын болады алдағы уақытта. Сіздер бұл жерде 5950 теңге көрсетіліп тұрған жоқ болатын болса, онда төлеген болатын болсаңыздар, осы жерге 5950 теңге деп жазып шығатын боласыздар. Немесе 0 деп төлемеген болатын болса, 0 деп көрсетіп кететін боласыздар. Біздің жағдайда босатылған санатқа жатады. Сол себептен біз 0 деп көрсетеміз. Босатылған санаттар бізде көп балалы ана, яғни 6 баладан жоғары бар аналар, және де мүгедектігі бар болатын болса, пенсионер болатын болса, студент болатын болса, осы 4 санаттағылар ғана бізде босатылған. Осылар төлемесе болады. Қалған санаттағылардың барлығы төлеуге міндетті. Осылай бізде босатылған санат 0 деп қойып шықтық. Енді ары қарай далее батырмасын басамыз. Бұл жерде біз по месту нахождения ИП, яғни ИП-ның адресін, одан кейін барып по месту жительства, яғни прописканы осы жерде көрсететін боламыз. Ең алдымен қараңыздар, бізде автомат түрде 5808-ді шығарып берді, бірақ бұл жерде қате көрсетуі мүмкін базаның. Біз қазір ашып көрейік. Бізде по месту жительства 5904 екен, соны туралайтын боласыздар. 5808 бізде по месту нахождения ИП 5904 деп көрсетеміз. Бізде по месту нахождения ИП бізде 5808.
Осылай базаның қателігі болуы мүмкін, сондықтан мұқият болыңыздар. Галочка қоямыз, я несу деп сформировать етеміз. Осы жерде бір қарап тексеріп шықсаңыздар болады. Барлығын дұрыс толтырдыңыздар ма, дұрыс толтырмадыңыздар ма, барлығын бір қарап шығыңыздар. Осылай толық бір тексеріп шығыңыздар да, одан кейін барып подписать и отправить деп жіберетін боламыз. ЭЦП ключпен қол қоямыз. Пароль тереміз код. Ашу батырмасын басамыз. Аты жөні шығады. Соны таңдап, қол қою батырмасын басамыз. Бізде қазір не обработанныйда тұруы мүмкін. Міне тұр. Қазір біз қайтадан обработанныйға барамыз. Міне бізде отчетымыз принят болды. Міне осылай жаңа кабинетпен жаңа упрощенка режимнің 913 форма отчетты осылай тапсыратын боламыз. Осы отчеттің үстін басқан кезде отчеттің отырған-отырмаған көретін боласыздар. Осын үстін бассаңыздар, уведомление шығатын болады. Соған кіріп, разницаны болған кезде, егер сіздер төлемдерді көрсеткен болатын болсаңыздар, сол төлемдердің толық отырғанына көз жеткізгеннен кейін барып, лицевойды бір тексерсеңіздер болады. Себебі уақытында төленбеген төлемдер үшін пеня шығатын болады. Солардың барлығын бір тексеріп, сол пенияларды төлейтін боласыздар. Осымен болды. Егер видео пайдалы болған болатын болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Қандай да бір сұрақтарыңыз болатын болса, комментарий бөліміне жазыңыздар, міндетті түрде жауап беретін боламын.